Ешкі сүтін нәрестеге қалай беру керек? Ешкі сүтінің арқасында нәресте салмақты жақсы қосады. Ешкі сүті балаға жақсы сіңеді, аллергия туғызбайды. Ол үшін ыстық сүт пен ыстық суды 1:5 қатынасында қосып беру керек. Бұл 1,5 жасқа дейінгі балаларға арналған мөлшер. Жасқа толмаған балаларға ешкі сүті негізінде жасалған қоспа берген жөн. Ешкі сүтінде лактоза аз, құрамында сүт қанты аз болғандықтан баланың ұйқы безінде де проблема болмайды. 2 жастан бастап оны қайнаған сумен 1:2 қатынасында беруге де болады. Үйде ешкі болмаса сүтті өзіңіз толық сенетін адамнан ғана алу керек. Ал пісіргеннен кейін міндетті түрде көбігін алып тастаған жөн. Сүт құрамындағы пайдалы таурин амин қышқылы баланың иммунитетін жақсартып, өсуі мен дамуына көмектеседі. Тұмау болса, инфекция тараса, онымен жақсы күреседі. Ешкі сүтін ішіп өскен баланың тісі тез шығады, сау әрі берік болады. Өйткені бұл сүт А, Б дәрумендерін, калий мен кальцийді жақсы сіңіреді. Ағзаға тез сіңетіндіктен ешкі сүтін ішкен бала жиі құспайды. Ешкі сүтін дұрыс бере білсеңіз, ол ешқандай аллергияға жол бермейді. Дерматит, диатез кезінде де осы сүт көмектеседі. 6 айға толмаған бала омырау ем алмаса, оған қоспа берген абзал. 6 айдан асқан балаға ғана ешкі сүтін 1 шай қасықтан беріп бастап, ағзасын ақырын үйреткен жөн. Уақыт өткен сайын азаздан мөлшерін көбейтіп отырып, 1 жасқа жеткенде 100 мг дейін беруге болады. 1,5 жасқа келгенде бұл көрсеткішті 200 мг көбейтсеңіз болады. Оны да ыстық сумен 1:5 қатынасында қосып бересіз. 2 жаста 1:2 қатынасында 200-250 мл. 3 жасында 400 мл сүтке дейін көбейтесіз. Бала ботқа жеуге үйренген кезде ботқаға қосатын сүтті ешкі сүтімен алмастырсаңыз болады. Балаға беретін ешкі сүтін тоңазытқышта немесе мұздатқышта 24 сағаттан аса сақтауға болмайды. Пайдалы кеңес кәдеңізге жарасын десе де дәрігермен кеңесуді ұмытпағайсыз.